Баршаңызға қайырлы күн қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен формасын өте жақсы ұстап тұратын заварной крем әзірлейтін боламыз. Ең алдымен жұмыртқамызға крахмал және сүтімізді салып, жақсылап видеодағыдай беншіктің көмегімен тоқтатпай іртігін кетіріп араластырып алатын боламыз. Және де араластырып болғаннан кейін газге қойып біркелкі етіп тоқтатпай араластырып тұрамыз. Өйткені іртік болып кетуі мүмкін. Мен газге қойып араластырған видеоға түспей қалыпты. Сол үшін мен айтқандай істесеңіздер өте осындай формасын өте жақсы ұстап тұратын заварной крем шығатын болады. Біркелкі араластырып болғаннан кейін міне видеода көрсетілгендей қоюлы крем шығатын болады. Және де сіздерге сары май қосып кез келген Наполеон немесе медовый торттарға пайдалансаңыздар болады.